Бәріңе сәлем, менің атым Дима. Бүгін мерекелік Наурыз көжіп пісіреміз. Бұл тамақ 7 ингредиенттен тұрады. Наурыз көжі тек тамақ емес, тағы байлық пен жаңа өмір символы. Әр өнім өмірлік күшті білдіреді. Саулық, байлық, өсу, сәттілік, бақыт, даналық және тәңірдің қолдауы. Сол алдымен етті 3 сағат қайнатамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Дайын етті аламыз және ұсап қылып тұраймыз. Перловканы сорпаға саламыз. 40 минуттан кейін мейіз қосамыз. Құртты блендермен тұраймыз. Он 15 минуттан кейін қазанға саламыз. 1 стакан сүт қоямыз. Бес минуттан кейін отты өшіреміз және тұрғылған етті саламыз. 2 стақан айран қоямыз және араластырамыз. Наурыз көжі дайын, дәмді болып шықты. Бәріне келе жатқан мейрам құтты болсын. Жаңа жыл сіздерге сәттілік әкелсін. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Өміріңіз ұзақ болсын. Сіздердің жоспарларыңызға береке берсін. Сіздерге байлық тілеймін. Ақ мол болсын, қайырлы болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.